Assalamualaikum қазақ елі, қалайсыздар, саламатсыздар ма? YouTube желі қолданушылары. Қалай денсаулықтарыңыз жақсы ма, амандық па? Бұйырса біз әуелде қақпа жасалған еді, сол қақпаның бояу шашу жұмыстарын жасайын деп жатырмыз. Бұл видеомыздың 3-ші этапы деп бастасақ болады, иншалла. Бояуға келетін болсақ, нитро эмаль деген иншалла суреттерін көрсетейін. Сондай бояу алып едік, оған еріткіштер, яғни растворительдер араласпайды, іркіп кетіп тұрды. Шпаклевка ұқсап. Сондықтан да краска таңдаған кезде красканың өзінде қандай еріткіш пайдалану керек екен жазылады екен арқа жағында. Инструкциясында да. Соны қарап, соған сәйкес растворитель еріткіштер алғандарыңыз жақсы болады. Біздің кезекте 4-5 еріткіш алып көрдік. Ал егер бұлай тәжірибеде істеп көреміз десеңіздер, құрттай қақпақ немесе бір құрттай кришка, құрттай нәрселерге құрттай азғантай краска араластырып, соған еріткішті құйсаңыз, краскаға еріткіш араласып тұрса, сол иншаллах есеп болады. Барлық красканың үстіне бірден еріткішті құймайсыздар да. Соны білген жақсы. Жалпы орташа нитро эмаль деген краска, иншаллах, мына жерлерден сурет шығу керек. Сол суретіне қарап вывод жасасаңыздар болады. Баракаллаху фикум. Қазір алдағы уақытта бояу шашу жұмыстарын иншаллах түсіруге әрекет етемін. Аллах субхана тағала береке берсін. Қақпамызға келдік. Бұйырса бастап жатырмыз. Кеше жан-жағына деп шашып кеткен орындарыналар ғой. Растворительді араластырдық. Негізі бірден құтыдағы бояу бар, соны бірден осындай 5 литр, 10 литрлік канистрге құйып алған жақты. Компрессорға құйғанда да, араластырғанда да оңай болады. Сосын ауыз жауық. Бәрі дайын, иншаллах. Бисмилля деп бастаймыз енді. Растворитель алдық. Жаңа 9,5-да ашады дегесін. Кішкене нәрсен сүттен штеп заттарым шығарып атырдым, онымен келді, алхамдулилля. Енді бұйырса бояудың шаруасын бітіріп тастау керек, иншалла. Қақпамызға келдік. Бұйырса бастап жатырмыз. Кеше жан-жағына деп шашып кеткен орындарыналар ғой. Растворительді араластырдық. Негізі бірден құтыдағы бояу бар, соны бірден осындай 5 литр, 10 литрлік канистрге құйып алған жақты. Компрессорға құйғанда да, араластырғанда да оңай болады. Сосын ауыз жауық. Бәрі дайын, иншаллах. Бисмилля деп бастаймыз енді. Бояу жалпы компрессор арқылы шашылады. Мынау танықты компрессор. Күші затын енді мен толық білмеймін. Көріп жүрген компрессорыңыз. Бояу шашпас бұрын компрессор жақсылап тазалап алған жақсы. Сосын бояу шашып болғаннан кейін де бұны тазалап жуып шаятын жұмыстар бар. Соны істесеңіздер, келесіде бояу шашайын деп атқанда жұмыстанбайсыңыздар. Құтына осындай 5 литр, 10 литрлік канистрге құйып алған оңай болады. Жалпы шайқап араластыруға да, және де мына пулизатордың өзіне құйғанда да удобно да. Екі құтыға 2 литр растворитель араластырдық, бірақ ол негізгі өлшем олай емес. Деген красканың өзінде кемшіліктер пайда болған сияқты. Сосын бірінші бастаған кезде іш жағын шашып алған жақсы. Осындай угольник, мынандай қырларын бір тек шашып отырмайтын бөліктері болады, мынандай профиль, соларды шашып алсаңыз, тек лисіне қаратып қойсаңыз, тез шығасыздар, иншалла. Сосын пулизатор ұстаған кезде де оның ережесі бар өзінің. Мысалы үшін пулизатор ұстаған кезде бүйтіп, екі шетке бүйтіп ұстамайсыздар да. Маска пысылдатып тұр, естілмей тұр ма? Ұстаған кезде бүйтіп ұстап бастадыңыз бар. Заказ тік бару керек та.
бетіне қиғаштап барған сайын бүйтіп кетпеу керек та. Мына біркелкі шашылмайды да, сол үшін бүйтіп басталды ма, до конца шыққанша тік барып тұру керек та, бүйтіп не. Түсініп отырсыздар ғой да. Таңызда тағы да иншаллах сеуіп отқан кезде сеу жүйесін көрсетіп жіберер иншаллах. Баракаллах. Жалпы бір шеттен жайлап жүріп кете беруге де болады бояу шашқанда. Немесе бір шеттен кете беруге де болады, яғни міне шашып жатыр ғой, бүйтіп суытпайды артын. Істеп алып кете беруге де болады. Немесе бүйтіп мына шетін алып, ортасын тартып кетуге де болады. Сосын бүйтіп артынан қалған полосалар болады ғой, краска шашқанда бүйтіп бөліп шашып жатқасын полоса болады. Олар бет тез-тезден өткізіп жауып кетесіздер да, өстіп. Шашып болғаннан кейін. Өстіп үстісіне мінгестіріп көтере беруге де болады да жалпы. Bir sepkеннен кейін не мындай ашықтық қалады да. Сосын орын толтырып кету керек. Екінші рет өту керек. Сонда дұрыс болады. Қайтадан артқа келіп шала шашылған жерлер. Абдурахман, ары қарай ойнай тұр, шаңғытасың. Сосын красканы алып түскен кезде босатасыз да, яғни тек басып ұстап тұрып шаша беруге болмайды. Төбеге астына келгенде босатпасаңыз, төбеге барған кезде бір жерге жиналып қалады да, түсейін деп атқан кезде какой-то миллисекунд ұстақ болады. Сол уақытта ағып кетеді. Потек болады дей ма, не алды? Так, бояу шашуда басқа не ету болады. Өстіп бір қатар шашып, тағы бетіне екінші кептіріп, екінші слой шашуға да болады жалпы. Или немесе қалыңдау қылып бір өтіп кетуге болады. Қалыңдау болғанда да анандай да. Бойың жетіп тұрған жеріне бір шашып аласың. Сосын яқтарды шашып аласың. Сосын ана жаққа қайта барасың. Қалың болғанда бірден құйып тастауға болмайды да, ол потек болады да. Сондықтан бір шашып алып, кішкене мына бөлігін шашып болғаннан кейін анаған қайта оралып, жеңіл-желпі шашып жіберуге болады да. Сондай вариант. Не осындай шоколад пайда болды, алхамдулилля.
Достар, сіздерден пікір жазыңыздар, бөлісіңіздер. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп болар, иншалла. Сондай шаруалар үйренгісі келетіндер болса, біздің парақшамызға жол сілтеп жіберсеңіздер болады. Алла береке берсін. Сонымен Шайырхана KZ арнасының келесі видеосы аяқталды. Қақпа құру 3-ші бөлім. Жалпы қалған жерлері болса пікір жазып сұрасаңыздар болады. Қазір жапқандағы видеосын көрсетем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аллах субхана тағала қазақ елін сақтап қойсын. Мынау ішкі бетінен көрінгендегі бейнесі. Ілгіштері орнына түсті. Сыртқы бетіндегі